Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз Python, яғни Python бағдарламасының ары қарай қалай жұмыс жасау керек екенін, оның қандай мүмкіндіктері бар екендігін біз жалғастырамыз. Сабағымызды айта кететін жайт, Python бағдарламасы көбінесе веб-сайт жасауда, мобильді қосымшалар бағдарламаларын ойын жасауда, аналитикалық есептеулерде, робот құрастыруда, алып Google фирмасы немесе NASA сияқты ғарыштық есептеулерде таптырмас жаңағыдай программалау тілі болып табылады. Бүгін біз мына Python бағдарламасының мүмкіндіктеріне кішкене қарастырып өтсек, Ideal Python-ды ашайық. Яғни Python бағдарламасында бізде не жасауға болады екен. Python бағдарламасында кез келген сандармен жұмыс жасауды көрсетейік қазір. Мысалы, бұл жерде қосуға болады екен. 5 қосу 5, 5 қосу 6 дейік. Тең 11. 6 минус 4. Тең 2. Көріп отырсыздар ма? Яғни сандарды қосуға, азайтуға, бөлуге болады. 6 бөлінген 3, 2. Назар жүгіртіп отырсаңыз, 2-ден кейін нүкте және 0 болып жатыр. Яғни оның бүтін толық модулін көрсетіп отыр. Енді сандарды көбейтуге де болады екен. Мысалы, 6 көбейтілген 2, 12. Сонда сандарды қосуға болады, сандарды азайтуға болады, сандарды бөлуге болады, сандарды көбейтуге болады екен. Сонымен қатар сандардың біз мынандай 3 түрін білуіміз керек. Мысалы, бүтін сандар, олар integer деп аталады. Integer ағылшында. Integer. Одан бөлек бізде жаңағыдай string дейді. String, яғни біз жолдармен жұмыс жасаймыз, жолақтармен. Бұл жерде сан емес, енді бізде көбінесе сөйлемдер жүреді, сөздер, string, жолақтар, жолдар. Енді қысқаша біз str функциясы қолдансақ болады. Сонымен қатар біз айнымалармен жұмыс жасаймыз. Енді осы жерде сандармен жұмыс жасағанда бір нәрсе көрсеткіміз келеді. Мысалы, 6-ны бөлеміз 3-ке. Біз білеміз 2, ал егер 6-ны біз 2 рет бөлетін болсақ 3-ке, біз оның бәрібір 2 деген санын алдық. Не себепті біз 2 түрлі мән алдық? Оны түсіну үшін тағы да бір мысал қарастырайық. Мысалы, 10 бөлеміз 4-ке. Біз 2,5-ды алып отырмыз. Енді 10-ды 2 рет 4-ке бөлетін болсақ, біз 2 деген мәнді алып отырмыз. Сонда біз мына жердегі түсінбеген нәрсені біз мына жерде түсініп отырмыз. Қараңыз, 10-ды 4-ке бөлген кезде барлығымыз білеміз. 2,5 болады. 10-ды 2 рет 4-ке бөлген кезде біз оның тек қана бүтін қалдығын ғана алып отырмыз. 2 деген санды. Мысалы, 3-ті 4-ке бөліп көрейік. 3-ті 4-тен біз білеміз 0,75 болады. Енді 3-ті 2 рет бөліп көрсек, 4-ке біз 0 деген санды аламыз. Демек, 2 рет бөлу арқылы біз оның несін алдық? Біз оның бастапқы ғана модулін ғана көрсететінін байқап отырмыз. Бастапқы ғана санын көрсетіп отыр екен. Енді арман қарай біз айнымалармен жұмыс жасауды көрсетейін. Мысалға, кез келген функционал жаңағы санды біз сандарға теңестірсек болады. А тең, мысалға 5, Б тең 3, мысалы. Енді А мен Б-ны біз қосымыз керек. Оны С тең 3. Қосылардың орны ауысқанмен ештеңе өзгермейді. 5 А қосу Б. Енді біз print функциясын қолданайық. Print шығару керек С. Демек бізде 8 деген мәнді алып тұр. Көрдіңіздер ғой. Енді string, бұл біз қазір integerмен жұмыс жасадық, stringмен жұмыс жасауды көрсетейін. Мысалға A тең str бізде қазір 5, B тең str 3 боласасын, тең болады A қосылған B. Print саны шығару керек. Қарап отырсаңыздар 53.
Не себепті бізде бастапқыда 5-ті 3-ке қосқан кезде дұрыс мән көрсетті да, кейіннен str функциясын қолдана отырып есептеген кезде 53 деп көрсетті. Себебі Python бағдарламасы бізде str функциясын қолданған кезде мына жақша ішіндегі сандарды ол сөз деп ойлайды. Сондықтан 5 пен 3-ті жаңағыдай қосқан жоқ, тек қасына әкеп қоя салды. Енді оларды біз санға айналдырғымыз келсе, біз былай жасасақ болады екен. А тең, жаңа айтып кеттім, integer, жақшаның ішінде str, жақшаның ішінде. Міне енді барып мен санды қоятын болсам, 5 деп, ары қарай b тең. Яғни мен оны str жазуымды қандай да бір integer санға теңестіріп отырмын. 3. Енді мұны біз қосатын болсақ, енді бізде 8 деген мән шығу керек. Біз қайтадан print операторын қолданамыз. Біз 8 деген мәнді алып отырмыз. Енді осы Python бағдарламасы бізге тиімді екендігін көріп отырмыз. Сонымен қатар осы Python бағдарламасында мынандай көбінесе түсінбеушіліктер болып жатады. Бұл жерде end белгісі, одан кейін барып or белгісі, одан кейін sor және tilde белгісі бар. Осылармен жұмыс жасауды көрсетейін. Ең бірінші мынаны көрсетейін. Қазір мен жазып көрсетейін. 7 end 9 болсын. Бұл бізде 1-ді береді. Қалай 7 end 9 қалай ол 1-ге тең болды? Бұны түсіну үшін қазір мына жерде сіздерге мына суретті көрсетейін. Қараңыздар, 7 деген санымыз 0, 1, 1, 1. 9 деген санымыз 1, 0, 0, 1. Міне, осы жерде бұны биттік сандар деп атайды. Міне 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Python есептеген кезде биттік сандарды есепті 1 болғанын қазір түсіндіріп өтейін. 0 мен 1-ді салыстырады. Екеуі де 1-де 1 болмағаннан кейін ол 0 болады. Мына жерде дәл солай 1, 0. Екі жерде де 1, 1 деген сан кездескен кейін қайтадан 0 болды. Мына жерде дәл солай 0. Енді 1 мен 1 кездесті, 1-дің өшікті. Енді 0, 0, 0, 1. Біз қайтадан жаңағы суретімізге оралайық. 0, 0, 0, 1. Шынымен де бізге 1 санын береді екен. Түсінікті ғой? Түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Енді арман қарай, мен жаңа айтып кеттім басында. Енді or белгісін қарастырайық, or белгісін. Or белгісін қарастырайық бізде. Міне or белгісі. Енді 12 қараймыз қазір. 10 саны 2. Ол бізде бәрібір 10-ды берді. Бұл қалай жұмыс жасайды? Түсіндіріп өтеміз. Жаңа суретке барамыз. 10 дегеніміз 1, 0, 1, 0. Ал 2 дегеніміз 0, 0, 1, 0. Енді 1 мен 0 екеуі салыстырылады. 1 болды. 0 мен 0 салыстырылады. 0 болды. 1 мен 1 қайттан 1. 0 мен 0 салыстырып қайттан 0. Енді 1, 0, 1, 0. Біздегі мұнаға ұқсайды емес пе? 1, 0, 1, 0. Қайттан 10 санын берді. Сонда біз 10 деген санды алып отырмыз. Қазір басқа санды алатын болсақ, қайтадан сол екілік кодтармен жұмыс жасаған кезде екеуін салыстырып отырып, басқа бір мәнді алсақ, соны біз жаңағыдай осы таблицаны тауып алып, шынымен де Python'да есептесек, сол мәнді береді екен. Келесі бізде sor белгісі, міне sor. Енді мен қайтадан 7 мен 9 санын алып қарайын, бірақ мынау бойынша есептейін. Қазір қараймыз. 7 sor 9 бізде 14 санын береді. Ол қалай шықты? Қараңыздар. Бұл жерде sor белгісі бұл сәл керісінше жұмыс жасайды. Егер екеуі сәйкес келмесе, ол бізге 1 мен 0, мысалға 1 мен 1 деген сияқты сәйкес келмесе, ол жаңағы керісінше жұмыс жасайды екен. Мысалы 1 мен 0 кездесіп қалды, 1. 1 мен 0 кездесті, 1. 1 мен 0, 1. 1 мен 1 кездескен кезде ол 0-ға айналдырып жібереді. Сонда ұқсас сандарда ол керісінше 0-ға айналдырады. Ұқсас емес бірліктерде ол 1-ді жазады. Сонда 1, 1, 1, 1
0 қазір біз екілік кодтан көреміз міне 1 1 1 0 шынымен де бізде 14-ті береді екен. Көрдіңіздер ғой, сіздер өздеріңіз жаттығып жаңағыдай өздеріңіз көрсеңіздер болады. Арман қарай біздегі белгі тильда белгісі, тильда белгісінде біз бұл жерде жұмыс қалай болады екен, қазір көрсетейін. Тильда белгісінде мысалы 10 а тең 11 болсын, тильда белгішесі аға теңестірейік, минус 12 дейді. Бұл жерде а тең 11, жаңағыдай тильда а минус 12 тең болды. Мына жерде формуласына қарап отырсаңыздар, шынымен де минус бар. Оған жаңағыдай әрқашанда қандай да бір сан, мысалы бір саны қосылып отырады екен. Мынау оның формуласы, және әрқашанда теріс таманмен жүреді. Енді 11 дегенді алып қарайтын болсақ, бұл жерде бізде 1 0 1 1, 1 0 1 1 болсын, 1 0 1 1, 11 деген саны. Енді тильда белгісі бұл бізде керісінше, яғни 1-ді 0-ге айналдырады екен. Көрдіңіздер ме? 0-ді қайтып 1-ге айналдырады, 1-ді қайтып 0-ге айналдырады, ал 1-ді қайтып 0-ге айналдырады екен. 0 1 0 0 деген және плюс 1 белгішесі қосылып, біз жаңағыдай минус 12 санын алдық. Мысалы, а тең 60 болатын болса, енді тильда белгішесі а, ол бізде минус 61 береді. Көрдіңіздер ғой? Сонда тильда белгішесінің айырмашылығы не болып тұр? Бұл белгішеде Python бағдарламасы былай есептейді екен, бізге берілген биттік санды ол керісінше санға айналдырады. Көрдіңіздер ме? 1 0-ге айналып кетті, 0 1-ге айналып кетті. 1 қайтадан 0-ге, 1 қайтадан 0-ге. Біз мына жерде жаңағы сор белгішесінде керісінше еді, бұл жерде 0 мен 1 кездескен кезде 1 жазылады, 1 мен 0 кездескен кезде 1 жазылады, 1 мен 0 кездескен кезде 1 жазылады, 1 мен 1 кездессе 0 жазылады. Ал бұл тильда белгішесінде керісінше екен. Биттік сандар оған қарама-қарсы сандарға айналады екен. Енді арман қарай біз string жаңағы функциясын қолданып жұмыс жасап көрейік. Мысалға a тең str. Енді сөйлем жазу үшін біз көбінесе андай тырнақша қоямыз. Сіз бір тырнақша қойсаңыз да болады, болмаса екі тырнақша қойсаңыз да болады, айырмашылығы жоқ. Мысалға айтым келесі b тең қайтадан str функциясын қолданамыз. Енді сөйлем болғаннан кейін біз мынандай тырнақшалар қолданамыз. Айтым сөйлем қаламқас деп абай атамыздың өлеңін қолданып көрейік. Айтым қаламқас. Енді бұл жерде қазір print функциясын қолданып барлығын бір функцияға айналдырып, қазір теңестіріп алайық. Мысалға d тең болсын, a болсын, b. Және осы жерде print операторын қолданамыз. Қазір біз print b-ні шығару керек. Біз бір нәрсе байқап отырмыз, бұл жерде бір қателік бар. Бұл қателігіміз бізде барлық сөздердің арасы ашылмай қалды. Ол сөздердің арасын ашу үшін біз бұлай жасасақ болады. Екі жолы бар жасаудың, қазір көрсетеміз. A тең str қазір b тең str нақша сәлем тең str сөздердің барлығында тырнақшаны ұмытпаймыз, оқушылар қаламқас. Енді бұл жерде біз былай мынандай бір функция істесек болады. Арасын ашу үшін мына жерге мышканың шканың курсорын қойып, кішкене
арасын бүйтіп жаңағыдай пробел арқылы соссам болады. Көрдіңіздер ме? Енді т тең а қосу б қосу с тең предоператорын қолданамыз. Шығару керек бізде. Қазір бізде алейкум сәлем деген сөз жабысып қалады. Қаламқас кішкене арман қарай жаңағыдай бір пробел артады. Көрдіңіздер ме? Сонда мына жерде сәлем деген жерге де мен пробел қойғанымда арасы ашық болар еді. Бұл жаңағыдай бір жолы. Енді бір сөйлемді екінші сөйлемнің астына қалай қойсақ болады? Қазір оны да көрсетемін сіздерге. А тең айнымалыны біз теңестіріп алайық. str сөзімізді арман қарай b тең str. Мына жерге мен енді түрде қоямын да, қазір мына жерде сәлем. Сосын бар, мына белгішені қоямын. N деген белгіше қоямын. Одан кейін арасын үзбей бірден қаламқас. Қарап отырсаңыздар, қазір қандай да бір белгіше. Қазір бізде N белгішесі бізге нені беретінін байқаймыз. Бізде қайтадан с-ға теңестіріп ала салайық. А қосу b. Енді предоператорын қолданып мәнін шығарып көрейік. Қарап отырсаңыздар, сөйлемде бізде жаңағыдай қаламқас деген сөз астына түсті. Сонда мына N белгішесі бізге нені беріп тұр екен? Бір абзац астына жаңағы сөйлемді түсіреді екен. Осымен бүгінгі сабақта оқушылар сіздер біраз мәліметтер алдыңыздар, біраз мүмкіндіктері бар екен. Pythonның біздің каналымызға жазылыңыздар, подписаться етіңіздер. Бұл сабақ тегін, әлі де жалғасы болады. Сау саламат болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийларға жазыңыздар.